Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен чайға арналған осындай керемет пирог жасайтын боламыз. Олай болса менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен осындай сары майымызды отқа қойып ертіп алатын боламыз. Одан кейін үстіне құмшекерімізді салып, оны да жақсылап ертіп аламыз. 100-150 грамм құмшекер жетеді. Жақсылап араластырып, ерігенше осылай араластыратын боламыз. Оны 2-3 минутқа суытып қоясыздар. Суған кезде қопсытқыштарыңызды 1 шай қасық, 1 жұмыртқа және де електен өткізілген ұндарыңызды салып, жұмсақ массада нанымызды илейтін боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Достар, егер каналым ұнап жатса, қазақша рецепттер ұнап жатса, онда қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қоюланған кезде қолымыздың көмегімен нанымызды илейтін боламыз. Осындай масса шығу керек, жұмсақ болу керек, сол кезде жақсы көтерілетін болады. Мінекей 5-10 минутқа тындырып қоясыздар. 5-10 минуттан кейін алып формаларыңызға жайып, шанышқының көмегімен тесіктер қалдырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, одан кейін салмасын жасайтын боламыз. Бізге салмасына 8,5% қойытылған сүтіміз керек. Одан кейін 4-5 қасық қаймағымыз керек және 1 жұмыртқа қосасыздар. Осы үшеуін араластырып жақсылап жаңағы нанымыздың үстіне құйып, қызып тұрған пешімізде 30-35 минутқа пісіресіздер. Бұл жерде ең бастысы мен басында пешімді 110-100 градусқа қоямын. Одан кейін барып пирогым көтерілгенде 180 градусқа көтеретін боламын. 35-40 минутта пісіп шығады. Мінекей осылай құйып пісіресіздер. Мен малина салдым. Өзімде тоңазытқышымда болған малина. Сіздер салмай қойсаңыздар да болады. Немесе үйде қандай жидек бар, соны салып жіберсеңіздер де дәмді шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайға өте дәмді екен. Немесе қонақ шақырған кезде де жасап ұсынсаңыздар, барлығы тіл үйретіндей кәдімгідей пирог болайын деп тұр. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.